Лионель Месси туралы 10 дерек. Лионель Андрес Месси Кукчеттини 1987 жылы 24 маусымда Росарио қаласы Аргентинада туған. Аргентиналық футболшы, Пари Сен-Жермен клубының шабуылшысы және Аргентина құрамасының капитаны. Месси футболды 5 жасында үлкен ағасы Матиас ойнаған Грандоли балалар клубында бастады. 1994 жылы 21 наурызда Мессидің әкесі заңды өкілі ретінде Лионельдің Newell's Old Boys бен алғашқы келісім шартына қол қойды. 1996 жылы қаңтарда 1987 жылы туған ұлдар командасы Перудің достық кубогын жеңіп алды. Месси ауыр тамақ улануынан кейін алаңға шықты, бірақ ол 8 гол соғып үлгерді. Соның арқасында командасы 10-0 есебімен жеңіске жетті. 13 жасында ол ата-анасымен Испанияға Барселонаның жастар командасына қосылу үшін көшіп келді. 2004 жылдың қазан айында осы клубтың бірінші командасында дебют жасады. Барселонадағы алғашқы жылдарында ол бастапқы 11-дің ажырамас бөлігі бола білді. Ал 2008-2009 маусымында Месси клубпен бірге өзінің алғашқы треблін және алтын допты жеңіп алды. 2011-2012 маусымында Месси Испания чемпионатында, сондай-ақ бүкіл Еуропада бір маусымда соғылған голдар саны бойынша рекорд орнатты. 2014-2015 маусымында ол Испания лигасының барлық уақыттағы үздік бомбардирі атанды және өз клубымен екінші рет требл жеңіп алды. 2018 жылы Барселонаның капитаны болды. 2021 жылы аргентиналықпен Барселонамен келісімшартта аяқталып, каталондық клубтың қаржылық жағдайына байланысты ұзартылмады, яғни клубтан кетті. 2021 жылы Месси еркін агент болды және француздық Пари Сен-Жерменге тегін көшті. Аргентина жастар құрамасының сапында Месси 2005 жылы әлем чемпионы атанды және сол жылы Аргентина құрамасының негізгі сапында дебют жасады. 2007 жылы Америка кубогында ол турнирдің күміс жүлдегері атанды. Сонымен қатар оның ең үздік жас ойыншы деп танылды. 23 жасқа дейінгі құрамының сапында ол 2008 жылғы Олимпиадада чемпион атанды. Ол келесі 3 жылда 2009 жылдан бастап 2012 жылға шейін алтын доптың иегері атанды және 4 рет қатарынан осы сыйлықты алған алғашқы ойыншы болды. Қазіргі таңда оның 7 алтын добы бар. 2011 жылдан бастап ұлттық құраманың капитаны ретінде Месси қатарынан ірі турнирлердің 3 финалына қатысты. 2014 жылғы әлем чемпионаты және 2015-2016 жылдардағы Америка кубогы. Бірақ барлық жағдайда ол өз командасымен бірге жеңілді. 2016 жылы ол халықаралық мансабын аяқтағанын хабарлады, бірақ кейін ұлттық құрамға қайта оралды. 2018 жылы әлем чемпионатында, сондай-ақ 2019 жылғы Америка кубогына қатысып, өз командасымен 3-ші орын алды. Содан кейін Месси өзінің ұлттық құрамасы Америка кубогын 2021 жылы жеңіп алды. Осы турнирдің ең үздік бомбардирі, үздік ассистенті, сонымен қатар үздік ойыншысы атанды. 2022 жылы финалиссиманы жеңіп алды. Әлемдегі ең атақты спортшылардың бірі болып есептелетін ол 2006 жылдан бері Adidas спорта киімдер шығаратын компанияның негізгі жарнамалық бет-бейнелерінің бірі болды. 2008 жылдан бері ол ең жоғарғы жалақы алатын футболшылардың бірі. 2019 жылы Forbes Аргентинаны әлемдегі ең жоғары жалақы алатын спортшы деп таныды. Time журналы оны 2011-2012 жылдары әлемдегі ең ықпалды 100 адамның қатарына қосты. 2020 жылы Месси Формула 1 чемпионы Льюис Хэмилтонмен бірге Laureus World Sports Award нұсқасы бойынша жылдың үздік спортшысы атанды. Ол осы сыйлықты алған алғашқы футболшы болды. Сол жылы Forbes Мессидің өз мансабында $1 миллиард астам табыс тапқан тарихтағы екінші ойыншы деп атады. Мессидің бойы 1,69 метр.